لأن الناس كلهم جميعا يجب أن يكون دينهم الإسلام، فإذا كان يجب أن يكون دينه الإسلام فإنه يلزم من ذلك أنه يجب أن يتعلموا لغة الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس السابع تفسير жетінші сабақтың үй жұмысының жауаптарын айтам. Дәптеріңізге қарап белгілей аласыздар. Ат-тадрибату тапсырмалар. Ат-тадрибул аувалу бірінші тапсырма. Ихтар ал-иджабата сахихата, дұрыс жауапты таңда, мимма байнал қаусайн, жақшаның арасындағы. Дидду халин, халин яғни бос деген сөз. Бос деген сөздің антонимін сұрап жатыр. Мына жерде алин биік, кабирун үлкен, мамлу бос. Мамлу толып қалған. Бұның аксы, яғни дидді мамлу болады. Яғни толып қалған. Ал-хамсату ақаллу, 5 ол азырақ неден? Минас саб'ати, 7-ден. Min деген яғни 7-ден. Фи десе 7-ге, иля десе 9-ға. Иқтасала Махмудун, Махмуд жуынды немен? Билмаи, сумен. Ракиба садиқани, 2 дос мінді фиссайярати, көлікке. Ат-тадрибу ат-тани, екінші тапсырма. Раттибил калиматил атията литукауина жумалан муфидатан. Пайдалы сөйлем құралуы үшін келесі сөздерді құрастыр. Раттиб, яғни құрастыр. Ала және Махмуд, бұның жинаған кезде юсаллиму Махмудун ала туллаби. Юсаллиму бұл біріншісі, Махмуд бұл екіншісі, ала 3, туллаб 4-сі. Юсаллиму Махмудун ала туллаби. Махмуд студенттерге сәлем беріп жатыр. Қалилин саназхабу бa'да ал-маркази иля. Бұның жауабы саназхабу бa'да қалилин иля al-markazi. Саназхабу бa'да қалилин иля al-markazi. Біз екеуміз шамалдан кейін марказға барамыз. Ядрусу кам және талибан al-markaz фи. Бұны жинаған кезде кам талибан ядрусу фил маркази. Кам талибан ядрусу фил маркази. Одан кейін муаззаф ат-туллаби шуун хаза. Бұны жинаған кезде хаза муаззафу шууни ат-туллаби. Хаза муаззафу шууни ат-туллаб. Яғни бұл студенттердің жағдайын қарайтын жұмысшы. Ат-тадрибу ат-талис, үшінші тапсырма. Сил ал-калимати фил қаимати алиф бима юнасибуха фил қаимати ба. Алиф және ба тізбегіндегі сөздерді бір-бірімен байланыстыр. Алиф тізбегі, ба тізбегі. Изхаб иля изхаб иля al-идара литусаджил اسمك. Администрацияға бар, есіміңді тіркеу үшін. Сауирли жауаз сафар. Маған загранпаспортыңды суретке түсір. Имла толтыр. Талаба лилтихақ. Тіркелуге талап ететін қағазыңды толтыр. Өтінішіңді толтыр. Фил маркази аксару мин миати талибин. Мен жерде мен деген қалып қойған бауырлар. Аксару мин миати талибин. 100-ден көп студент марказда бар. Ямтахину талибу. Студент имтихан тапсырып жатыр. Не үшін? Линухаддидал мустава. Біз оның дәрежесін білу үшін. Ат-тадрибу ар-раби', 4-ші тапсырма. Акмил ма яти, келесі келген нәрселерді толықтыр. Текстке қарап.
جلس محمود وعبد الرحمن يسمعان القرآن من المسجل. Mahmud және Абдуррахман екеуі отырды, радиодан Құран тыңдап отырды. Сағтасилу ва албасу би сураатин. Жуынамын және тезірек киініп аламын. Хаза хуа ал-марказу амам ал-масджид. Бұл міне марказ мешіттің алдында. Текстке қарап жазасыздар. Надхулул фусула хатта тараха. Сен кластарды көргенге дейін біз классқа кіреміз. Ат-тадрибул хамис. 5-ші тапсырма. Ба дидда ма яти фил джумлатин муфидатин. Келесі сөздердің антонимін қой деп атыр және сөйлем құра. Мысалға әл-калима диддуха әл-джумла. Сөз және оның антонимі және сөйлем. Лабиса оның антонимі халаа болады. Маған ноутбукпен жазу қиын, әл-мухим жағдай бойынша тырысам. Халаа. Яғни бұл шешті. Ихла на'лайка десе, аяқ киіміңді шеш. Жадид оныкі қадим. Әл-китабу қадимун. Кітап ескі. А'та оның антонимі ахазават. Ахазтул китаба минал устаз. Устаздан кітапты алып кеттім. Ба'да оның антонимі қабла. Захабту қаблал асри десе, асырдан бұрын бардым. Ат-тадрибу садис. 6-шы тапсырма. Аджиб анил асилатил атия. Келесі сұрақтарға жауап бер. Маза фа'ала Махмуд ва Абдуррахман бa'да салатил фаджр. Бұны текстке қарап жауап бересіздер. Яғни Махмуд және Абдуррахман таң намаздан кейін не істеді деп сұрап жатыр. Жауап бересіз. Жаласа Махмуд ва Абдуррахмани يسمعان القرآن من المسجل. جواب бересіз. لماذا ذهب الصديقان إلى المركز. Екі дос не үшін марказға барды? ذهب الصديقان ليسجل اسم محمود деп айтасыз. كم طالبا يدرس في المركز. يدرس في المركز أكثر من 100 طالب. جواب. ماذا طلب الموظف من محمود. Жұмысшы Махмудтан не нәрсені талап етті? Қысқаша айтсаңыз болады. طلب الموظف من محمود أن يملأ طلب الالتحاق деп айтсаңыз болады. Wallahu a'lam. Жаңа сабақ, 8-ші сабақ. Ад-дарсу ас-самин, 8-ші сабақ. Ад-дарсу ас-самин, 8-ші сабақ. Бүгін біздер асмаул ишара лил қариби ва асмаул ишара лил баиди деген өтеміз. Ол деген не деген? Асмаул ишара лил қариб бұл жақындыққа сілтенетін есімдіктер. Ва асмаул ишара лил баид алысқа қолданылатын сілтеу есімдіктері. Жақынға қолданылатын сілтеу есімдіктері және алыстағы нәрсеге қолданылатын сілтеу есімдіктері. Біріншісі, ауалан біріншісі. Асмаул ишара сілтеу есімдіктері. Ауалан бірінші бауырлар. Біріншіден асмаул ишара лил қариби жақындыққа қолданылатын сілтеу есімдіктері. Исмул ишара сілтеу есімдігі, оған қатысты сөйлем және ол не нәрсеге сілтенеді. Тексті қарап түсініп аламыз. Хаза деп тұр. Хаза деген не деген? Хаза бұл деген. Мысалға, хаза талибун бұл студент, бұл оқушы, бұл ақил, ақылдыға қолданылады. Және хаза қаламун десе бұл қалам, бұл ғойру ақил, ақылсызға да қолданылады. Демек, хаза бұл сілтеу есімдігі ақылдыға да, ақылсызға да қолданылады. Юширу иля муфрат бұл жеке нәрсеге ғана, бір жекешелік нәрсеге ғана қолданылады. Бір ғана студент, бір ғана қалам. Юширу иля муфрат жекешеге сілтенеді. Музаккарин қарибин ертегінде болған, яғни мускоротта болған және жақын жерде болған нәрсеге қолданылады. Бұл хаза. Хазихи деген бар. Хазихи бұл мысалға бұл не нәрсеге қолданылады? Юширу иля муфрат жекешеге қолданылады. Жекелікке қолданылады, тек бір затқа. Муаннасин қариб әйел тегіндегі женский роттағы жақын нәрсеге. Хаза бұл ертегі мускорот болса, хазихи бұл әйел тегі,
яғни женский род. Ақылдыға, ақылсызға қолданылады. Мысалға, хазихи муаллима, бұл мұғалім әйел. Бұл ақылдыға қолданылады, ақылы бар нәрсеге. Хазихи нафизатун, бұл терезе, бұл ғойру ақил, ақылсызға қолданылады. Түсінікті? Және хазихи қолданылады юширу иля джам'ин музаккарин қариб, жақын жердегі ертегінде мускуратта болған көпші түрде болған сөзге қолданылады. Және әйел тегінде женский родта болған көпші түрдегі сөзге, жақын жерде тұрған сөзге қолданылады. Ақылсыз нәрсеге. Мысалға, китап болса, хаза китабун деп айтылады. Ал кітаптар деген кезде хаза кутубун деп айтылмайды, хазихи кутубун болады. Себебі хазихи бұл жаңа айттық, ақылсыз көпші түрде болған сөзге хазихи қолданылады. Түсінікті ма? Ол мужской род болсын, женский род болсын. Ақылсыз болса болды, егер ол көпші түрде болса, онда хазихи қолданылады. Хазихи кутуб, бұлар кітаптар, хазихи таират, бұлар самолеттар. Одан кейін хазани, хатани. Хазани, мысалға, бұл не нәрсеге қолданылады? Хазани қолданылады юширу иля мусанна. Бұл екілік нәрсеге, двойственное число, екілік нәрсеге қолданылады. Ертегіндегі, яғни мужской родтағы жақын жердегі нәрсеге қолданылады. Ақылды болсын, ақылсыз болсын. Мысалға, хазани раджулани, бұл екеуі кісі, бұл екі кісі. Және ақылсыз, хазани бабани, бұл екі есік. Түсінікті? Бұл мужской родқа қатысты, екілікке қатысты. Ал женский родтағы әйел тегіндегі екілікке хатани қолданылады. Юширу иля мусанна, екілікке қолданылады, женский родтағы жақын жерге. Ақылды болсын, ақылсыз болсын. Мысалға, хатани бинтан, бұл екі қыз, хатани хақибатани. Мен жерде хақибани деп қойыппын, қателесіп кеткенмін. Хақибатани, бұл екі сумка. Түсінікті? Одан кейін хаулаи деген бар. Оның барлығы жақын жердегі қолданылатын сілтеу есімдіктері. Бұл біріншісі біз өтатқан. Қазір екіншісінде алыстағы болған сілтеу есімдіктерін өтеміз. Хаулаи. Ол деген не деген? Бұл юширу иля джам'ин музаккарин қариб, жақын жердегі ертегінде мужской родта болған көпшілікке қолданылады. Және жақын жерде болған женский родтағы әйел тегіндегі көпшілікке қолданылады. Ақылды болу керек. Ақылсыз болса, хазихи қолданылады. Ақылсыз болса, бір нәрсе, ол жансыз зат болса, онда хазихи қолданылады. Хаулаи, яғни бұлар деп аударылады. Хаулаи таламиз, бұлар балалар. Хаулаи фатаят, бұлар жас қыздар. Ал-қаида, қағида, исмул ишара, сілтеу есімдігі. Ол дегеніміз не деген? Исмун ма'рифатун, ол бір белгілі есім. Ядуллу аля мушарин илейхи, ол бір сілтеніп жатқан нәрсеге дәлел болады. Қарибин ау баид, ол жақын болсын, алыс болсын. Осыған байланысты үй тапсырмалары. Ат-тадрибат, тапсырмалар. Ат-тадрибул аувал, бірінші тапсырма. Ба исмал ишаратил мунасифил маканил хали. Бос орындарға сай келетін сілтеу есімдіктерін қой деп жатыр. Мысалға, хаза байтун. Осылай манағы мына жерде қайсы нәрсе өткен сілтеу есімдіктері қайсына сай келеді, соны қоясыз мына жерге. Женский род болса женский род, екілік болса екілік, көпшілік болса көпшілік. Екінші тапсырма. Ат-тадрибу ат-тани. Екінші тапсырма. Ажиб анил асилатил атия кама фил мисал. Мысалдағыдай келесі сұрақтарға жауап бер. Мысалы, сурет тұр міне. Махаза, бұл не? Хаза асадун, бұл арыстан. Осы суреттерге қарап, бұл нәрсе не екенін жауап бересіздер. Үшінші тапсырма. Мысалдағы ажиб кама фи мисалайн, екі мысалдағыдай жауап бер дейді. Мысалға, хал хаза қалам, бұл қалам ба? Наам, хаза қаламун, я, бұл қалам. Хал хазихи дарраджа, бұл велосипед ба? Суреттегі ла хазихи шаджаратун, жоқ, бұл ағаш.
Сол сияқты мына жерде хәл хаза байтун, бұл үй ма? Я, бұл үй деп жауап бересіз. Екінші, сәниян асмаул ишара лил баид, алыстағы нәрсеге қолданылатын сілтеу есімдіктері. Міне исмул ишара, сілтеу есімдіктері алыстағы нәрсеге, мана біз жақындағы нәрсеге, жақын жердегі нәрсеге қолданылатын сілтеу есімдіктерін түсіндіріп кеттік. Альхамдулилля. Енді алыстағы нәрселерге қолданылатын сілтеу есімдіктері қалай болады? Біріншісі залика. Ол не нәрсеге сілтенеді? Юшир иля муфради музаккарин баид. Алыстағы ертегіндегі мускойроттағы жеке болған нәрсеге сілтенеді. Ақылды болсын, ақылсыз болсын. Мысалға, залика ражул, анау деп, манағы бұл болса, мынау анау деп айтылады. Анау кісі алыстағы. Залика қамар, анау ай. Ай ол алыста тұр, дұрыс па? Оны бұл деп айта алмайсың. Алыстағы нәрсені анау деп айтасыз, залика деп. Екіншісі тилка деген бар. Мынау мужской родқа болса, мынау тилка женский родқа, алыстағы. Ақылды болсын, ақылсыз болсын. Мысалға, тилка деген не нәрсеге сілтенеді? Юшир иля муфради муаннасин баид. Женский родта болған жекедегі, жекешеліктегі алыстағы нәрсеге сілтенеді. Ақылды болсын, ақылсыз болсын. Ақил ғойру ақил. Тилка бинтун, анау қыз. Тилка шамсун, анау жұлдыз. Анау күн. Шамс бұл күн деген сөз женский родта болады. Есте сақтап аламыз. Анау қыз, анау күн. Және ақылсыз болған, көпше түрде болған сөзге тилка қолданылады. Манағы хазихи кутуб сияқты. Юширу иля жам'ин музаккарин баид, юширу иля жам'ин муаннасин баид. Алыстағы көпше түрде болған әйел женский родтағы нәрсеге сілтеніледі. Алыста болған, мужской родта болған, көпше түрде болған ақылсыз нәрсеге сілтеніледі. Мысалға, тилка буют, анау үйлер, тилка ашжар, анау ағаштар. Түсінікті? Заника бар. Заника бұл мана хазани дегеннің алыстағы қолданылатын сөз. Яғни юшир иля мусанна музаккарин баид. Мужской родта болған екілік сөзге қолданылады. Ақылды болсын, ақылсыз болсын. Заника тифлан, анау екеуі екі бала. Заника каукабан, анау екеуі планета. Каукаб деген планета немесе жұлдыз. Жұлдыз. Таника бар, бұл женский родқа, мана хатани сияқты. Таника. Алыстағы екілікке қолданылады. Юшир иля мусанна муаннасин баид. Ақылды болсын, ақылсыз болсын. Таника мураатан, анау екі қыз. Таника екі әйел. Таника сафинатан, анау екі кеме. Улайка бар. Улайка бұл алыста болған ертегі болсын, әйелтегі болсын, ақылды болған алыстағы есімдікке сілтеніледі. Мысалға, улайка туллаб, анау студенттер, улайка ахават, анау қарындастар немесе әпкелер. Валлаху а'лам. Үйге тапсырмалар, ат-тадрибату, тапсырмалар, ат-тадрибул аувал, бірінші тапсырма. ضع اسم إشارة مناسب للبعيد في المكان الخالي. Бос орындарға сай келетін, алыста қолданылатын сілтеу есімдігін қой. Мысалға, варда. Бұған тилка вардатун, анау гүл. Тилка уммун, анау ана. Осылай ести бересіздер. Ат-тадрибу сәни, екінші тапсырма. Аджиб кама фил мисал, мысалдағыдай жауап бер. Мазалика, анау не? Залика су'бан, анау жылан. Сол сияқты мазалика, анау не? Анау арыстан деп жауап бересіз. Үшінші тапсырма. Ихтар исма ишаратин мунасибан минал асмаил атия. Мынау үшеуін осы сай келетін орындарға қой. Мысалға, залика, тилка, улайка белген. Дарраджатун бұл женский род. Бұған тилка қолданады. Тилка дарраджа. Байт, залика байт. Туллаб, улайка туллаб. Осылай. Ат-тадриб ар-раби', төртінші тапсырма. Сауибил ахта'a фима яти. Келесі келген қателерді дұрыста. Мысалы, хазихи банат. Бұлар қыз балалар.
Haulay kutub. Замы жерде мана айттық. Хазихи кутуб болады. Бұл жерде негізі бұл нәрсе сұрап тұрған жоқ. Бұл жерде алыстағы қолданылатын. Хазихи емес, тилка емес. Хаулай банат болады. Алыстағы аналар, қыз балалар. Бұл жерде хаулай кутуб деген жоқ, бұл жерде тилка кутуб болады. Осылай жауап бересіздер. Аллаху алам. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.